Жедел жаңалық тарады. Бұл жаңалық үшін видеомыз астына бір емес мыңдаған лайк бассаңыздар дейді. Толық ақпаратқа ие болу үшін видеороликті соңына дейін қараңыз. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылып өтіңіз. Видео астына бір дана лайк белгісін басып қойыңыз. Қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларына тисін. Ендеше біз бастадық. Астанада ұлттық ғылыми онкологиялық орталық ашылады. Онда жылына 6000 науқасқа қызмет көрсетілетін болады. Келесі жылы Астанада заманауи жоғары технологиялық құрылғылармен жабдықталған жаңа ұлттық ғылыми онкологиялық орталық ашылады. Премьер-министр Әлихан Смайылов құрылыс барысымен танысты. Жаңа орталық бюджеттік инвестициялық жоба. Оны іске асыру үшін Швейцарияның және ақш-тың халықаралық жетекші компаниялары тартылған. Бүгінде құрылыс жұмыстары 90%-ға орындалды. Атап айтқанда, сәулелік және ядролық медицина орталықтары, протондық терапия орталығы, әкімшілік және техникалық блоктарды бар 210 төсек орындық емдеу диагностикалық корпус салынды. Видеоролигімізден барша хабардар болу үшін қолдан келгенше жақындарыңызға таратуды және лайк басуды ұмытпаңыз, қымбат көрермен. Алайда жақсылық тарату, оны жасаумен тең екенін ұмытпайық. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.